Мейірімді, рақымды, жан жылуы мол адам, бойында нағыз адамгершілік қасиеті бар адам. Адамдар бір-біріне жылы сезімдерін білдіріп, айналасындағыларға тек жақсылық ойлап, игілікті істер жасау арқылы ғана мейірімділікті таныта алады. Мейірімділікке баулануға әрбір адамның құқығы бар. Бір жанға жасаған жақсылығың өзіңе бәлкім 100 есе, бәлкім 1000 есе болып қайтар. Адамдардың бір-біріне деген мейірім шапағаты әдептіліктің белгісі. Мейірімділік адамның жоғарғы адамгершілік белгісі ретінде оның бүкіл тыныс тіршілігін, жан дүниесін жадырататын, шат-шадыман тіршілігі үшін қажетті аса маңызды қасиеттің бірі болып саналады. Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдық секілді ақ жүректен шығады. Шенеулік ісін қылмаңыз, әділет жолын таңдаңыз демекші, адамгершіліктің маңызды бөлігі адам бойындағы әділдік қасиеті болып саналады. Парасатты, әділ адам, өте дана, ақылы шексіз адам. Адамның басқа жанды айналадағылардан бөлмеуі, шектемеуі, барлығына жақсы қарым-қатынаста қарауы, бәрін тең көруі әділдік болып табылмайды емес пе? Адалдық ең қарапайым нәрселерден басталады. Өзіңнің өмірлік ұстанымдарыңа, сүйікті ісіңе, айтқан сөздеріңе және досыңа деген адалдығыңды ешқашан жоғалтпа. Өйткені Ғабит Мүсірепов айтып өткендей, адалдық өзі алданса алданар, өзі ешкімді алдамас.